YouTube тегі барлық подписчиктарыма сәлем. Менімен бірге болып, каналыма қолдау көрсеткендеріңізге көп рахмет. Бүгін мен сізге паразиттер туралы айтқым келеді. Паразит дегеніміз не? Паразит бұл организмнің ішінде өз қожайынның есебінен өмір сүретін, параллель өмір сүретін, біздің энергиямызды, жасушаларымызды тұтынатын тағамды жейтін организм. Ол денсаулықты жақсарту үшін қабылдаған дәрумендер мен басқа да қоспаларды сіңіреді. Адам микроскопиялық паразиттерден бастап бірнеше метрге созылған құрттарға дейін әртүрлі мөлшердегі паразиттердің 100-ден астам түрінің қожайыны бола алады. Танымал нанымға қайшы паразиттер тек ішекте ғана өмір сүрмейді. Оларды адам ағзасының кез келген бөлігінде табуға болады. Өкпеде, бауырда, қанда, теріде және тіпті көзде. Әртүрлі, көбінесе керемет ұзын паразиттердің бейнесін көргенде сіз таңданасыз, мұндай құбыжық біздің денемізде қалай өмір сүре алады, біз оны тіпті күдіктенбейміз бе? Бұл сұрақтың жауабы қарапайым. Паразиттің мақсаты оның тіршілігін жасыру. Айлакер паразит байқалмайды, өйткені егер ол байқалса, оны жою үшін қандай да бір шаралар қолданылатыны сөзсіз. Егер сіз ойлайсыз, бұл паразиттер сыйлы ма, онда сіз жоқпыз, бұл өте ақылды нәрсе. Олар өмір сүру және көбею қабілетінде ақылды. Бұл әрине кез келген ағзаның басты мақсаты. Паразит сіздің денеңізде қалай болуы мүмкін, сондықтан сіз бұл туралы күдіктенбейсіз. Бір қызығы, өз денесін түсінетін және оның сигналдарын нәзік сезінетін адам ондағы паразиттің бар жоғын анықтай алады. Алайда мұндай адамдардың саны аз, әдетте оның жағдайына, энергияның төмен деңгейіне, терінің бөртпелері, ауырсыну, жиі суық тию, тұмау және іш қатуға дағдыланған адам. Паразиттерден туындаған қиындықтардың тізімі шексіз, және оны қалыпты деп санай отырып, оның денесінде паразиттердің болуын ешқашан анықтай алмайды. Көбіне паразиттердің дернәсілдері біздің ағзамызға жұқтырылған тамақпен, нашар жуылған көкөністермен және жемістермен қатар еніп, ет пен балықты жеткілікті жылумен өңдеуден өтпеген. Үй жануарларынан паразиттік жұқтырудың тағы бір күмәнсіз жолы бар. Жануарлардың көпшілігінің организмінде паразиттердің бірнеше түрі тіршілік етеді. Олардың жұмыртқалары қоршаған ортаға малдың нәжісімен бірге, оның шашына, табанына ілініп қалады. Адам инсульт, күйеуге шыққанда ғана емес, тіпті ауа арқылы да жұғуы мүмкін. Бұл әсіресе иммундық жүйесі әлсіреген пациенттер, жүкті әйелдер мен үй жануарларымен ұзақ уақыт ойнайтын, олармен тікелей байланыста болатын жас балалар үшін қауіпті. Осылайша үлкен проблема паразиттерге қарсы күрес бар. Біз паразиттердің адамдарға тигізетін қаупін бағаламаймыз және тіпті бұл мәселені шешуге тырыспаймыз. Сондықтан денсаулығыңызға қымбат сыйлық ретінде қараңыз. Қолыңызды сабынмен және дезинфекциялық құралдармен жиі жуыңыз. Тамақты қуырып, жақсылап қайнатыңыз. Денеңіздің тазалығын сақтаңыз. Кішкене күдік туындаған кезде медициналық көмекке жүгініңіз. Егер бұл бейнеролик пайдалы болса, дәл қазір біздің арнаға лайк басып, тіркеліп алыңыз. Егер сізде сұрақтар немесе ұсыныстар болса, төмендегі комментарийге жазсаңыз болады.